Шортсты көрсем, бұл жерде мына астыңғы жақтағы плюсті басамыз, ортадағы создать шорт дейміз. Осы жерде оң жақты, жоғары жақты мұны 15 деп көрсетіледі, яғни 15 секундтық. Бассақ 60 секунд, яғни шортс 1 минутқа арналған. Осы жерден біз сол жақта квадрат тұр ғой, ол біздің галерея. Осы жерден өзімізге керек видеоны таңдап аламыз 1 минутқа дейінгі. Так, мынаны дейік. 59 секунд көрсетіп тұр. Осы видеоны басамыз, готово дейміз. Жүктелгенін күтеміз. Міне жүктелгенін көрдіге, осы жерде енді птичканы қоямыз. Оң жақта значоктарды әзірге ештеңке айтпаймын. Енді мұны осы жерде текст қоюға болады, мұны бит текст жазуға болады. Мен ештеңке жазбай қоямын бұл видеоға. Одан кейін музыка қоюға болады. Бұл жерде музыка, өзіңізге керек музыканы таңдап аласыздар. Одан кейін фильтры, мынандай түсте, мынандай қылып таңдап алсаңыз болады. Яркий қылып. Так, готово. Арғырай далее. Оң жақта, жоғары жақта далее деген бар. Бұл жерде тура сондай описание жазамыз. Бұл жерде мен не туралы айтып жатырмын, соның тақырыбын жазамыз. Мына название дейді, хронолог гормондарды реттейді, қартайтып баяулатады деп жазып қойдым. Так, енді бұл жерде доступ по ссылке емес, бұл жерде открытый доступ қыламыз. Екен шортс көрінетін. Бұл жерде местоположение. Тараз, Казахстан. Видео не для детей. Осыны таңдаймыз. И загрузить дейміз. Біздің алдындағы түсірген видеомыз мұна. Видео загружается деп бізге көрсетіп тұр. Әлі жүктеліп жатыр. Және мұны біздің салған жаңа хронолог. Ол да жүктеліп жатыр. Міне қараңыздар, шортста мынандай 1 минутқа дейін салған кезде мынандай қызыл белгісі көрініп тұрады. Көрініп тұр ма сіздерге осылай? Мына біздің 2 видеомызда жүктеліп бітті. Мына шортсты хронологты басатын болса, мына біздің видеомыз осылай шығады. Сонымен қатар бұл жерде мына хронолог гормондарды реттейді деп жазып қой, сол жерде өнім туралы толық ақпарат білгіңіз келсе деп өзіңіздің номеріңізді қалдырсаңыз да болады. Так, библиотекаға кіретін болсақ, бұл жерде жаңағы алдында көргендеріңіз, мына жерде ваши видео десеңіз, өзіңіздің видеоларыңыз осылай көрініп шығып тұрады.